Құрметті инста достар, бүгін сіздермен бірге облыстық Алақай қуыршақ театрының әртісі Роза Балғалиқызы. Өздеріңіз білетіндей, қазір бәріміз карантин режиміндеміз, бірақ арнайы талаптарға байланысты облыстық Алақай қуыршақ театрының 80% онлайн режимде жұмыс жасауда. Ал 20% ол әрине бутафор цехы жұмыс жасауда театрда. Мен бүгін сіздерді бутафор цехының бір күндік жұмысымен таныстырғым келеді. Олай болса, менімен бірге болыңыздар. Кеттік! Қазіргі таңда театрымыздың бутафор цехы алдағы уақытта тұсаукесері жоспарланған қойылымға дайындалуда. Жаңа қойылымның режиссері Алматы қаласында болса да, біздің суретшілерімізбен әрдайым тығыз байланыста. Цех қызметкерлері қоюшы режиссердің тапсырмасы бойынша қуыршақтарды, яғни қойылым кейіпкерлерін мүсіндеуде. Ал сахна декорацияларын дайындау жұмыстары театр қызметкері Айшыр Орынбасаровтың шеберлігімен іске асуда. Алишер, қуыршақ театрының әртісі бола тұра, қуыршақ жасаудың техникасын қайдан және қашан үйрендіңіз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді бұл қуыршақ жасаудың техникасын мен осы театрға жұмысқа тұрғалы үйрендім. Үйренгенде қалай өзім қызығушылық танытып, әріптесім бар, Мамырбаев, Айтлю, инженер, техник, декоратор сияқты. Соған қызығушылық танытып келетін болатын, қарайтын болатын, қалай істеп жатқанын. Ол да үйретуге кетер емес, мен мынаны істеп көр, ананы істеп көр деп, сөйтіп үйреніп кеттім. Қазірде көмектесіп жүрмін соған. Актермін бір жағынан, осылай арасында қуыршақ жасаймын өзім. Хобби деп те айтуға болады. Пайдасы өте көп оның. Біріншіден, мен қуыршақта қалай жасалып жатқанын, техникасын, механизмін өзім білетін боламын. Алдағы уақытта мен қойылым ойнағанда, оның барлығы үлкен көмек. Қалай қозғалту керек, қалай ойнату керек, және де қалай аузын ашу керек, маған бұл жеңіл қуыршақпен алдын ала таныс боламын. Және де бұл тәжірибе тек біздің Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар мысалға Казань қаласына біз дейтін мастер-классқа барған кезде, ол жақта да көптеген әртістер тек қана актер болып қана қоймай, әр қайсысы өзінің қуыршағын, механизмін, барлығын түсінікті білетін, және де қуыршақты олар тіпті шешіп, ашып, қалай жасалғанын қарап алады екен ойнар алдында. Мінекей, сол оған қызығушылық болып, мен де осылай осы іспен айналысып кеттім. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер, облыстық Алақай қуыршақ театры әрқашанда ізденіс үстінде, және де болашақта біз сіздерді өзіміздің керемет қойылымдарымызбен қуантқымыз келеді. Біз сіздермен біргеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.